материктин мынасына кош келиңиздер. Калайсыздар достор? Бүгүнкү көңүл-келеңизди міндетті түрде комментарийга жазып кетүүдү унутпаңыздар. Және де достор, бүгүн менде жаңы серия болмак. Бул сериянын аты жатакана. То есть кешірім сұраймын достар, жатақхана қыздары болады. Бұл бізде жатақханамыз, яғни жатақхананы өздеріңіз ортасында көре жатарсыздар. Ал біз бастаймыз. Достар, бастамас бұрын міндетті түрде лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Если вы менің жаңа подписчигім болса, міндетті түрде тіркеліп кет. Жатақханама. Достар, сіздерге аттарымды таныстыра кетейін. Қазір сіздерге таныстыра кетейін. Бұл бізде ауылдың қызы, яғни ауылда өскен, ауылдан осы қалаға келіп тұр. Бұл қыздың аты Ақмарал болады. Содан кейін бұл қыз, яғни спортпен айналысқанды жақсы көреді, яғни ұлдармен дос болады деген секілді. Бұл қыздың аты Сәуле болады, ал бұл қыз өте әдемі, яғни боянуды жақсы көреді десем де болады. Бұл қыздың аты Сая. Одан кейінгі мына қыздың аты, яғни бұл қыздың аты бізде Айдана болады. Бұл өте жақсы оқыған қыздардың бірі болады. Достар, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Аққайран, Сәуле, Сая. Қанаға келдің бе? Я, вот. Осы жақ ба точно? Я осы жақ. Сенің атың кім? Нең бар? Көрейікші қандай екен. Чемоданымды ұмытып кеттім. Чемоданымды ұмытып бара жатырмын ғой. Жарайды. Лучше мен де заттарымды орналастыра берейін. Не, ударский чемодан ұстап алған. Жарайды, мен чемоданым қайда? Осы ма қалды? Мен көмекеміз қайда? Біздің осы. Мына ванна. Итермедің ба? Абайлап жүрсейші. Не болды? Байқамай қалдым ғой. Қазір бір жам нервыма тие бермей. Так, мына жерде менің косметикаларым тұрады. Тоқтаңыз, бәсеке. Менің косметикаларым тұрады деп қояды ғой. Менің заттарым қайда тұрады? Бұл жерде әлі 4 қыз бар ғой. И че, менің заттарым тұрады дейді. Жоқ, менікі тұрады дейді. Менікі осы жақ па? Я, осы жақ сияқты. Сенің атың кім? Менің атым Ақмарал. Менікі Айдана. Кеттік осы жақ секілді. Не жақта біреулер дауласып жатыр ма? Оған да солай есіліп жүрші, тезірек барып көрейік. Қыздар, не болды? Сендер кімсіңдер вообще? Сендер осы жатақханаға келдіңдер ма? Иә. Не болды? Неге дауласып жатырсыңдар? Сендер вообще араласпаңдаршы. Не болды? Біз жай ғана сұрадық қой? Иә, біз жай ғана сұрадық. Қап-қара, нервыма тие бермеші. Бөрі жамды үшеуіңді де. Өзің кінәлісің ғой. Ал ана косметик. Аламыз не болсын шоға. Нервыма тие бермеші. Тимесең тиме. Мына жақта менің заттарым тұрады. Мен соған бәрін косметикаға алыпсың ғой. Жүріп барып заттарымызды алайық. Ол менің заттарым. Не? Бәріне не салбағансың? Ой, андай ауылдан келген сүт, май сындайлар ғой. Менде полный кітаптар есімде болады. Менде кітаптар бар енді. Жүрімді орналастыра берейік. Все, менікі тұрады. Жоқ, менікі тұрады мұнда. Мында қоя бермейсің бе? Қоймаймын мұнда. Нервыма тие бермеші. Тимесең тимеші, мұнда мен қоям болды. Все. Болды қыздар, не дауласа бересіздер. Өздерің таныспай жатып дауласқандарың қалай кетті? Иә, мынада қойып қойған деймін да. Бұнда шкафты қойса, наоборот, қазір айтайықшы. Болды, дұрыс болды, иә? Барлығымызға да дұрыс болды. Иә, сөйтіңдерші, мынада мен жатамын, все. Заттан не алып келіп алғаным, нағыз ай. Жай. Жарайды, мына жақта менің заттарым тұрсын. Мүмкін кітаптар осында тұрады. Жоқ, кітаптар анда тұратын шығар, кеттім анда қояйын. Бұнда бірінші киімдер тұрады ғой. Ой, короче, мен анда қоя берем. Сосын астына өзімнің киімдерімді қоямын. Так. Все, бітті, нормально енді мында қоя салайын. Енді барып киімдерімді алып шығайын. Жарайды, тогда мен мында қояйын. Бұнда кітаптарды қойып керек емес қой. Так, мына жерде мен заттарым тұрады. Мына бір киім тұра берсін. Короче, мен мында қоя салайықшы. Мында менің киімдерім тұрады. И все. Мен барып тамақтарымды қояйын. Так, бұл менің сабақтарым. Менің кодекс. Апам күшті дәттілер беріп жіберді. Енді мына киімдерімді мында қояйын. Так, сабақтарымды енді мында жалғастырайын. Вроде менікі. Барайын. Саған бір сұрақ қояйыншы. Неге сен мынандай сөмке ұстап алғансың? Ол мысықтарды салатын сөмке емес пе? Қомашы, біздің ауылда осындайды бәрі ұстайды. Ауылымызда хит. Неғып тәуір сөмке ұстап алғансың? Бәрі емес пе? Біздің ауылда хит сөмке. Мен бәрін жалғастырып болдым. Тоқтақта мен бұл сабақ. Енді мен ана жаққа мына жерде болдым. Енді мына жерге өзімнің
заттарымды жалғастырайын. Потом барып киімімді қоя берейін. Так, мына жерде онталда менің киімім тұрады екен. Болды. Жайғасып болдық. Қарным ашып кетті, жүріңдерші бірдеңке жейік. Менде негізі өзіме лапшаны бар. Жүр. Кстати, біз таныспадық қой, сенің атың кім? Менің атым Сая. Өздеріңнің? Менің атым Айдана. Жарайды, сен менен оқығанды жақсы көресің. Мен сабақ оқығанды жақсы көремін. Ал сенің атың кім? Менің атым Ақмарал. Мен ауылда тауықтарға жем бергенді жақсы көремін прям. Және де сиырдың сүтін ішкенді жақсы көремін прям. Дәмді ғой. Жарайды. Мына жақ кімдікі? Оны продукт алып келіп қойыпты ғой бір айға. Ол менікі ғой. Әжемнің беріп жібергені ғой. Шошып кеттім ғой. Ал мынау кімдікі? Менікі. Барып там алу керек. Жүр, мүмкін магазинға барып кетеміз. Жүр, шақырым. Жарайды, Ақмарал, давайте пока. Келдік те. Біз келдік, өш келіп қойдыңдар ма? Тез келдіңдер ғой. Жанымызда магазин бар екен. Тіпті арзан екен, соған кіре салдық. Сен сияқты нормальный продукт алдым менде. Екеуің ба ғой. Өзіме осында күшті нәрселер алдым. Анаған тоймайсың да ғой негізі. Мен диетадамын ғой, просто мынандай кейбірге жегім келіп кетеді, сол үшін алып қоямын. Так. Ойбай. Все, мен біттім. Мендер бітпедім. Қарнымыз ашып кетті, қазір бірдеңке пісіріп жейік. Сен Ақмаралдан көп алғансың ба? Жоқ, арзан екен просто. Соң бір айға нормально жетеді. Сендер диетаны вообще ұстамас екенсіңдер ғой. Тастай салайық. До утра тұрайыншы. Так, мен тексер жайғастыра салайын. Мен тамақ істей берейін бе? Өзің біл. Мына тамақтарды негізі холодильникке салу керек еді ғой. Онда мен өзімнің тамақтарымды холодильникке саламын. Ол достар ғана холодильникке тұрады. Жарайды, мен бәрін сала беремін. Короче, былай істей салайықшы. Жүртің кешкі астындайық. Мен өзіме некем қосып дәмді салат жасаймын. Апам күнде дайындап береді. Мен салат шығамын не? Жарайды, мен өзіме макарон жақсы көремін, как всегда. Менің макароны, потом... Жоқ, мен сырым қайда, сырмен жақсы көремін мен. Вот. Қалай жасайды оны? Мен қарадымды болады. Жарайды. Сен сусынға ешінде ішпейсің бе? Жоқ, мен ешінде ішпеймін. Окей, барып қыздарды шақырайық. Қыздар, өздеріне тамақ дайындаңдар. Олай дайындап қоя салсаң қайтеді. Ана қыздың аты кім өзі? Білмеймін, айтпады ғой. Мен өзіме мына хреннен жеймін бүгін пескашқа. Тұрайыл керек. Барып түскі ас ішінше аналар қате дайындап қойған шығар. Дайындап қоймайсыңдар ма? Бізде адамыз ғой. Сендер бір ром бар ғой. Дайында дес кімнің асы болса да. Өзің алып келмейсің бе? Менде не жұмысың бар? Тез дайында. Кім еді сен? Қап-қара. Атым бар ғой менің. Бүгіннен бастап сен маған қап-қарасың. Түсінің ба? Короче, сен тамағың көп қой, содан бер. Кішкене маған. Жасап бір бәле. Не жасап берем? Лапша жасап берші. Бош. Қарымды ашып тұрамын мен. Как раз нарғыт. Рахмет, болды. Естіп маған да жеттісіңдер енді. Өзің сатып алуға тиіссің ғой. Сол ғой. Екеуін түріңнен алдыңдаршы ба, бір жам ғой. Сен бір жам деп қата деген. Мен де болдым почти. Кеттік. Қайда барамыз? Кішкене телевизор көрейік та. Не көрсек екен? Осыған бару керек бар ғой. Негізі бару да керек. Мен көбінесе бармадым. Вообще бармадым десем де болады. Негізі мен бүгін баруым керек, барғым келіп жүр. Сол үшін сразу мен жинала берейінші. Неге барғым келіп жатыр десек просто ше. Аналардан құтылғым келіп тұр. Ешқайсысы түсінбейді ғой. Блин, косметика. Лак. Болдым, короче. Қыздар кім барады? Мен барам. Ол қай жақ көп ақша төлейді ма? Осы біздер көргендеріңізде бұл бай отбасыдан шыққан болады. Өзім келе салам, қолымдашы жүретіндерің барыңдар, просто анау бармаса. Сен нормально, мен анадан құтылғым деп тұр бар ғой, тез келіңдер енді. Мен салқын ғой ол жақ. Прям мен көткім қойдым. Сөмкені дәумен бәр нәрсе сылып кетіп бар ғой. Нормально сөмді алып келмейсің, болдым, қыздар тез болыңдар. Так, мен мынаны киіп алайын. Жұқа емес пе? Жоқ, мынаны киіп алайын, кішкене ғой салқындау. Жылылау. Давайте сен тез бол. Сенде бәрі көйлек ба? Почти. Жүр, ана жақтан алып береміз енді. Менде ақша жоқ артық. Өзім алып берем. Қыздар, қайда баратсыңдар? Сенен сұрануымыз керек па? Сол ғой кеттік. Айтыңдар.